Ассалаумағалейкум. Қамырдағы тауық аяқшаларын пісіреміз. Ол үшін 2,5 стакан ұн, 1 ас қасық дрож, 1 жұмыртқа және 1 стакан айран керек болады. Жарты ас қасықтан сәл аздау тұз саламыз және айранды араластырып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, жылы жерге бетін жауып қоямыз. Бізде сәл айран артылып қалды. Енді тауық еттерінің сыртқы терілерін сыпырып алып тастаймыз да, тұз және бүріс сеуіп жақсылап араластырып аламыз. Кейін тағы да 2 ас қасық өсімдік майын құйып үстіне тағы да бір араластырамыз да, қызып тұрған табаға салып, пісуге сәл қалғанда оттың астын өшіріп, суытып аламыз. Енді тауықтың аяқшалары піскенше біз қамырымызды дайындап аламыз. Менде тауықтың 7 аяғы, сол себептен қамырды 7 бөлікке бөлемін. Қамырымызды ұзынша етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін қамырларымызды ас пленкасымен жауып қоямыз. Сәл пісейін деп қалған тауық аяқшаларын ыдысқа салып суытамыз. Егер сіздердегі тауық аяқшаларының сүйектері де мендегі тауық аяқшаларындағыдай қысқа болса, яғни сындырып алынған болса, оны еттің сүйегінен ажыратып алғандарыңыз жөн. Себебі тауық аяқшалары қысқа болғандықтан оған қамырды орау өте ыңғайсыз болады. Міне мен сүйектерін бөліп алып, етін бірінші сүйегін орадым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кейіннен етті сүйекке жалғастырып, орналастырып, қамырымды әдемілеп орап шығып, тауық аяқшаларын дайындап алдым. Барлық аяқшаларды дайындап алғаннан кейін пергамент қағазын төсеп, үстін сәл майлаймыз да, кейін ортасына ыстыққа төзімді бір затты орналастырып, тауық аяқшаларын мұнда мен көрсеткендей әдемілеп орналастырып алсаңыздар болады. Кейін бір жұмыртқаның сарысымен үстін жағып шығамыз. Әсемдік үшін мак пен кунжут дәндерін әдемілеп сеуіп шықсаңыздар болады үстіне. Міне барлығы дайын болды. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Немесе ол сіздің духовкаңыздың ерекшелігіне байланысты аз уақыт алуы мүмкін. Міне қамырдағы тауық аяқшалары дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.